Әріптестер, білім алушылар, қазір біз Google Chrome'да Google сайт арқылы портфолио жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін Google Chrome'ға кіреміз. Мына жерге егерде сіздерде Google аккаунт компьютерге енгізілмесе, Google аккаунт енгізесіздер. Телефондарыңызды енгізіп, немесе почталарыңызды енгізіп, парольмен кірсеңіздер болады. Менің Google аккаунтым дайын тұр компьютерда. Сол себепті мен бірден кіремін. Кірген кезде мына оң жағында нүктелер тұр, көп нүктелер, соны басасыздар. Сол кезде сіздің телефоныңыздың ішіндегі қандай приложение бар, сол шығады. Google сайтты іздейміз. Мына жерде сіздерде жоқ болғаннан кейін другие приложения дегенді басамыз. Сол кезде телефоныңыздағы бүткіл приложениялар тұрады осы жерде. Не тұр? Google сайтқа кіреміз. Google сайтқа кірген кезде сіздерде әр түрлі жаңағы үлгілер тұр. Проект жасауға, портфолио жасауға, мероприятие, справочный центр дейді. Неше түрлі жаңағы портфолио жасауға арналған үлгілер тұр. Біз жаңадан пустойын басып таңдаймыз. Жаңадан өзіміз жасаймыз. Мына жерде заголовок деген жерге, страница деген жерге сіздер портфолио, менің портфолиом деп жазсаңыздар болады. Портфолио. Бұл жазуды кішірейтіп, үлкейтіп, мына шрифтін жаңа өзгертсеңіздер де болады. Енді бұл жерге мына бетке фон қою үшін компьютердан скачать етсеңіздер болады, немесе осы дайын тұрған сайттағы суретті фонды енгізсеңіздер болады. Мына жерде көптеген фондар тұр. Өзіміздің жұмысымызға қатысты бір фонд алайық. Мынаны немесе мынаны таңдап алайық. Выбрать деп басамыз. Басқан кезде артына фоны өзгертіліп шыға келеді. Енді ары қаратай біз мына жерге өзіміз туралы мәлімет енгізу керекпіз бірінші бетте. Ол үшін мына жерде контенті деп тұр. Мына жерде әр түрлі жаңағы фрагменттер тұр. Осының біреуін таңдаймыз. Мысалға мынаны таңдайық. Өйткені біз сурет енгізу керекпіз. Мына жерге мысалға мен өзімнің суретін енгізем. Ол үшін Google дискқа барамыз. Google диск ол біздің телефонымыздағы приложение. Сол Google дискқа өңшеңді жаңағы осы портфолиоға енгізетін документтеріңіздің барлығын көшіріп алдын ала дайындап алғандарыңыз дұрыс. Мен сертификат, мақала барлығын жаңағы Google дискқа дайындап көшіріп алған болатымын. Мен енді кез келген бір суретті қоямын. Мынаны таңдадым, вставка деп басамын. Сол кезде жаңағы суретіміз көшіріледі. Оны үлкейтіп, кішірейтуге де болады. Өзіңізге ыңғайлы размермен қойсаңыз болады. Мына жерге өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз. Бұл жазуды да кішірейтіп, үлкейтсеңіздер де болады. Астына мысалға мектебіңізді жазасыз. Мектебіңіздің атын жазып қойсаңыз да болады. Жалпы өзіңіз туралы мәліметті осы жерге толтырып, әдемілеп тұрып жазып қойсаңыз болады. Мен қысқартып қана жазамын сіздерге түсінікті болу үшін. Тағы да басқаша мәліметтеріңіз болса барлығын жазасыз осында. Қандай жаңағы деңгейде, қандай біліміңіз бар, барлығын делік жазасыз. Жаңағы енді әрі қарай кеттік. Енді бізге страница дейді. Портфолио жаңағы бөлім бойынша болып тұрады ғой. Сол яғни сол сияқты мында страницаны басқан кезде бастапқы бет деп жазып қояйық. Бастапқы бет немесе негізгі бөлім дейсіздер ма? Солай жазсаңыздар болады. Міне бастапқы бетіміз дайын. Енді ары қарай кеттік. Енді біз мысалға енгіземіз сертификат
сертификаттарым дейсіз ба. Міне осындай бөлім, сертификат деп жазғаннан кейін мына готовын басуды ұмытпаңыздар. Міне дайын парақша ашылды. Келесі бөлімді қарастырайық. Келесі қандай бөлім бар? Мысалға портфолиода жетістіктерім готовы. Одан кейін тағы да мысалға сынып жетекші деген папкаңызды де осында жұмыстарыңызды кіргізіп қойсаңыз болады. Фотогалерея. Бұл жерге жаңағы жарысқа қатысқан, конкурсқа қатысқан, өзіңіздің сыныпта жалпы қандай бір қызықты суреттеріңіз бар, есте қалдыруға арналған бір суреттеріңіз бар ғой, мысалға бастауышпен қоштасу деген сияқты шы, әліппемен қоштасу, ең керемет бір суреттеріңізді алып қойып қойсаңыздар болады. Тағы да мында енгізсеңіздер болады. Мысалға қандай? Мысалға ашық сабақтар деп ашық сабақтар жоспарын кіргізіп қойыңыз. Ашық сабақтар жоспарын кіргізіп қойыңыз. Одан кейін барып, мұнда мысалға әлеуметтік желіде қандай парақшаңыз бар, соны жазсаңыз болады. Ссылкасын қойып, немесе атын жазу керек бізге. Мысалы YouTube каналына менің де мысалы сабақтарым бар. Сол сабақтарды қоюым керек. Мысалға ол үшін бейне сабақ деп қоямыз. Бейне сабақтар. Әлеуметтік желіде қойған бейне сабақтар деп қойсаңыз болады. Мінекей толтырып қойдым. Енді мен мысалға басынан бастап толтыруым керекпін. Мынаның орындарын былай ауыстырсаңыз да болады. Бүйтіп ауыстырып, қайсысы бірінші тұру керек деген сияқты. Енді мен мысалға осының біреуін ашып толтырып көрейін. Мысалға мынаны ашамын. Міне сертификат деген бөлім шықты. Енді мен бұл жерде сертификатты енгізу үшін вставка дегенді басамын. Вставка дейміндағы, мысалы қанша сертификатыңыз бар? Көп болса, мысалға бірден осы үшеуін бассаңыз болады. Осы үшін сурет енгізуге болады екен. Google дискқа арнайы мен енгізіп қойған суретімді вставка сертификатым бар, сканер жасап, әдемілеп, жарық қып сканер жасап енгізесіз. Мен кез келген бір сертификатымды алып скачать етіп қойдым. Мысалға бұл жерге атауын жазып қойсаңыз болады. Қандай сертификат бұл? Өрлеу, мысалға өрлеуден алған сертификат деген сияқты. Тағы да басып, тағы да скачать ете берсеңіз болады. Қанша сертификатыңыз бар, барлығын осы жерге жүктеп қоясыз. Одан кейін барып, бізде қайтадан страницаға кіреміз. Страницаға кіргеннен кейін, мысалға мына жерде бейне сабақтарыма кірейін. Бейне сабақтарға кірдім. Кіргеннен кейін вставка деймін. Вставка дегеннен кейін мұнда мысалға менің өзімнің YouTube сабағым бар. YouTube сабақтарымдағы нені енгізу үшін осыны басамын. Мына жерде YouTube деп жазылып тұр. Осы жерден мен өзімнің сабағымды іздесем болады. Мысалы загруженныйға бассаңыз, жаңа загружать еткен видеоларыңыз тұрады. Немесе мына жерге өзіңіздің сабағыңыздың аты жөнін терсеңіз бірден шыға қояды YouTube'дағы. Мынаны басамын. Басқан кезде мына выбрайтьті басамын. Сол кезде мына жерге сабағым енгізілді. Осыдан басып көре берсе болады. Енді мен бұл атауын жазамын, мысалға тақырыбын жазамын. 10 көлеміндегі ашық сабағымыздың, немесе ашық сабақ деп ғой, жаңағы YouTube'ға енгізген сабағымызды жазып қоямыз. 10 көлеміндегі сандар деп, сандарды қосу және азайту деп. Міне осылай толтырып шығасыздар, барлығын толтырып шығасыздар. Одан кейін барып міне барлығын теліп осылай мен көрсеткендей барлық бетті толтырып шығасыздар. Енді толтырып шыққаннан кейін мына
өзіміздің сайттың названиясын жазып қоямыз. Портфолио деп жазып қойсаңыздар да болады. Портфолио бірден тауып алатындай. Одан кейін мына жерде егерде біреуге жіберетін болсаңыздар, мысалға сізге біреуге керек болса, осы портфолиоңызды ең алдымен опубликовать ету керексіз. Опубликовать басасыз. Мысалға бұл жерде ағылшын әріптермен жазайық. Шолпанбаева деп мен сохранить етіп қойсам болады. Шолпанбаева. Занят емес атты жазу керек бұл жерде. Нерде запретить дегенді баспай қойыңыздар, өйткені басқалар көру керек сіздікі. Міне басып, міне опубликовать еттік. Енді мына жерде ссылка тұр. Осы ссылканы, міне сіздің портфолиоңыздың ссылкасы, осы ссылканы копировать деп басасыз. Басқаннан кейін міне копировать етілді. Етілгеннен кейін қазір қайтадан кіріп көрейік. Қайтадан мысалға біреуге ссылкаңызды отправить еттіңіз, ол апарттан Google неге ставить етіп, сіздің парақшаңызға бірден кіріп кете алады. Міне сертификаттар, басты бет, ашық сабақтарыңызды, одан кейін бейне сабақтарыңызды бәрін дерлік көре алады. Сол сияқты бағана көрсетіп кеттім ғой мен. Қазір қайтадан кірейік бағана сайтымызға. Міне астыңғы жағында. Қайтадан алып редактировать ету үшін мына жерде тұр. Міне осыны басасыз да ашасыз. Міне ашасыздар өстіп. Ашқаннан кейін қайтадан редактировать етуге болады. Мысалға бағана нені енгізбей қалды? Мақалалар дегенді енгізбептіге. Мысалға мақалалар деп тағы біреуін жазып қояйық. Мақалаларым. Ой, ағылшынша кетіп қалды. Мақалаларым. Готово. Сіздер енді қатесіз әдемілеп жазыңыздар. Мен асығып сіздерге жазып жатырмын. Мысалы мақалаларға басасыз да, вставка дейсіз. Вставка дейсіз да, мысалы мен мынаны таңдайын, қайтадан мақала енгізу үшін. Мұнда мысалға Google дискқа кіресіз. Өз телефоныңыздан немесе осы компьютердан Google дискқа скачать етіп дайындап алу қажет. Ең алдымен мысалға авторлық бағдарламамды скачать еткенмін. Мысалға мақала. Вставка дейміз. Вставка дейміз дағы. Міне. Менің мақалам скачать етілді. Бұлай да өйтіп қойсаңыздар да болды, үлкейтіп размерін. Кішірейтіп қойсаңыз да болады. Мына жерге мақаланың названиясын жазасыздар. Мысалға білікті мұғалім заман талабы деген мақала. Міне. Сол тақырыбын мына жерге жазып қойсаңыздар болады. Мінекей құрметті әріптестер, біз толтырып болдық. Опубликовать етіп қойдым. Қайтадан әрбір өзгерткен сайын опубликовать дегенді басып отырасыздар. Өстіп міне электронды портфолиомызды осылай оңай әрі тиімді әрі тегін сайтпен өстіп жасауымызға болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай неше түрлі жаңағы идеямен жасауға болады бұл жерде. Міне. Осымен портфолио жасауды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.